Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі 1-ші сынып 4-ші сабақ. Тақырыбымыз дыбыстар мен әріптер. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі қоңыраушада басқанда жаңа сабақ сіздерге 1-ші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, дыбыстар мен әріптер. 1-ші жаттығуға келейік. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Алғашқы қар. Алақай, қар жауды, сырғанақ тебеміз. Білмейді шаршауды, шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, соғамыз аққала. Мінеміз шанаға, күлеміз шаттана. Дәркембай Шоқпарұлы. Балалар, енді тапсырма. Өлең не туралы? Өлең алғашқы қар туралы, яғни балалар қуанып, қардың сырғанақ теуіп, сол туралы жазылған, Ал енді қар, сырғанақ сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар делінген. Қар сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп. Бір дауысты дыбыс А деген, бір буын. Сырғанақ 8 әріп, 8 дыбыс. 3 дауысты дыбыс, 5 дауыссыз дыбыс бар, 3 буынға бөлініп тұр. Яғни сырғанақ деп 3 буынға бөлеміз. 3 дауысты ол ы, а және а дауысты дыбыстары. 5 дауыссыз с, р, ғ, н, қ дауыссыз дауыстары болып саналады балалар. Ал енді 2-ші жаттығуды қарайық. Сөздерді көшіріп жаз. Қар, жар, тар. Қыс, қас, қос. Топ, доп. Сөздердің мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсың? Яғни балалар, сөздердің мағынасы алғашқы әріптерінің өзгергеніне байланысты өзгереді, мағынасы да. Мысалы, қар, жар, тар дегенде қ әріпі ж-ға айналып тұр, ал ж-ның орнына т-ны қойып тұр. Яғни сөздердің мағынасы бір әріптің өзгерісінен басқа мағыналы сөз шығатынын білуге болады, Доп, топ дегенде де т мен д-ның орны өзгеру арқылы, яғни мағынасы өзгерді, бір әріптің, мысалы, бір әріп өзгергеннен сөздің толықтай мағынасы өзгеріп тұр. Балалар, енді 3-ші жаттығуды қарай қояйық. Бос орындарға дауысты дыбыстарды қойып сөздер құрап жаз деген. Яғни 1-ші сөзде гүл, доп, содан кейінгі сөз бас деген, алма, арба, елші, аман, ерік, есім. Балалар, осылайша біздер сөздерді толықтырдық. Балалар, осылайша мұқият өздеріңнің дәптерлеріңе бос орындарға осылай әріптерді қойып жазып шығыңыздар, Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.